Ал жыл сайын мынау Иерусалимдегі шіркеуде сол денесі қойылған шіркеу Исаның. Сонда гректердің бұл шіркеуі, гректердің. Қасында Римнің шіркеуі тұр, үлкен, қандай бай. Қасында армендердің шіркеулері тұр. Орыстардың да, бірақ гректердің шіркеуінде жыл сайын не оқылғанын деймін, молитва деймін. Сол ақырғы сөзбен от шығады шіркеудің төбесінде. Жарт етіп бұлай. Деген аяғында тап соның жатқан жерінде бұлай түседі. Сонда бәрі дайындап қояды. Шырақтары да бәрі соғын қояды. Шырақтар лап етіп жанады. Өз жанады. Деген сол шырақтарды тез жігіттер алып жүгіріп таратады. Несі шырақтар жетпегенде қолмен алуға болады. Олай ұстап тұр. Камера енді талай жылмен сол түсірді. Сол жарты сағаттай күйдірмейді екен. Шырақ жанады, қол кимейді адамның, қол кимейді. Оттан атап жүрді ғой кейбір адамдар. Одан да биік мынау, ол биік, оның ғарыштың оты. Сонда жыл сайын өзгеріледі, оның датасы өзгеріледі ол. И уақытысы да өзгеріледі. Намазды. Бірақ сол біткенде, тап сол от шығады. Аяғында сонда былтыр ол бірнеше бір 30-40 жылдай сол рәсімді өткізген шал енді уже әбден қартайды. Уже не то, что отыруға шамасы жоқ. Соны мына шіркеуіне алып келді, шіркеуге. Бірақ түрі баладың түріндей. Өлімнен қорқпайды, күліп отыр. Сол әреңінен сол жас жігітке қолымен сол күшті берді. Қасиетті. Ана күдіктен тұр, түсініп тұр. Басқа адамға берді, өзінің жалғасы, өзінің шәкіртіне. Жас жігіт, жас. Бұл толғанып тұр көрді. Енді бұл жиналып, сол гуглеге сол үңгірге кіріп, сол намазды бастады. Дәп сөз аяқталғанда, ана күліп жатыр, солдан шілкөбесін шығып. От шықты бұлай. Шығып. Бәрі жанғанда, қолма-қол деген далада мыңдаған адамдар тұр. Сонда жүгіріп шығып, сол отты таратады, жүгіріп шығып, сол отты... Ана кісіге берілді, уже? Соған берді. Енді осы өлгенше, өзі... Тағы да өзін шәкіртіне... Шәкіртіне. 30-40-50 жылдан кейін сол бір адам. Сол ана адам өлді, бірақ... Жоқ ол әлі тірі. Жас адам сияқтады, Мынау жас адам, жаңа орындайды. Сонда бір оқиға болды. 18-ші ғасырда ол Иерусалимді түріктер басқанда, басып алды түріктер. Енді басқаннан кейін енді олар өзінің администрациясын бәрін құрды. И ол түрік патшасына паша дейді сонда не кірді. Армянның өкілі берді, поп. Олар бәсекелеседі. Армяндықтар біз биікпіз дейді. Бірінші мемлекет Исаны қабылдаған біз. Ол шындық рас. Мемлекетпен бірінші қабылдаған жерін еді. Армяндар болды. Мемлекетпен. Соған бағынып, бәрі патшасынан бастап. Ол аяғына сіңген римдықтар, 3 ғасырдан кейін. Бір ол сөзсіз. Сол себептен олар әбден өздерін сыйлап, сол шіркеуді сатып алыпты. Бір мөшек алтынға. Сол патшадан сатып алыпты. Енді біз атқарамыз деді. Гректерді қуып жіберген. Бірақ ол қу патша. Сендер таза христиандықтан, біз тазамыз. Мүмкін от шықпай қалса қалай? Өл шығады. Сонда шартта не бар екен? Ол қалпында күніп қалды. От шықпаса, бәрді жөйлап, бірақ ақша қайтып берді. Жоқ. Қайтарылмайды. Нағыз қазығы нелері. Банковый система сияқты. Банковый система. Бір күн, бір $100,000 $1,000 қалған долларды бір күн қатыраласам, бітті. Бәрі ақшам жөйлі. Дүниеде тартылады. Неге берілген дүние? И залог кетті. Вот сондай. Ол үшін істеп көрді,
мен бірінші сол патша шығарған шығар, соны паша. Сонда бір мешек алтынды олар әбден өзіне сенген, сөйтіп мешек алтын беріп, шарт қойып, бір жылға ие болды сол. И сізген аяғында сол уақыт келді Пасха. Сол христиандықтың. Халық жиналды. Анау Римнің, гректің несі, побы шықты. Тәп сол бәр несімен, дауысымен, бәр несімен бір сағат болды. Қайталайды, 2 сағат болды қайт. Уже кеш келді, қайта. Уже халық тарайтын болды. И уже оған уже тастала таратын болды. От шықпайды. От шықпайды. И сөйтіп уже халық уже тарап баратқанда аяғында сөздеген оны ұрып соғып бәрін қуып жіберді армяндар. И тұр шіркеудің ішінде не болады деп. И сонда бір жерде қараса біреу аузын жыбырлатып бірдемен тұр бір адам. Қарасып соның кіретін жерінде колонна дейсің. Соған тіреліп, сол бұрынғы шығаратын адам тұр екен грек. Енді несі киімі жоқ, жай қарапайым адам болды. Кірген. Сол несі біткенде ол келіпті. Енді не болып жатыр екен, келген екен, білген екен. Телевизор жоқ қой, радио жоқ қой, сотовый телефон жоқ. Өз аяғым келіп, көрейін деп келіпті. Оны көрді ананың қалай қолғанын. Сөзген ұрғанда аяғымен ұрды. Құдайға сенікті адамдар бар. Сайтаншылығында бәрі нелерін жұлып, киімдерін жұлып, ұрып, теуіп, сөйтіп әйтеуір қашты бердік армяндар. Ол сол дүниесін оқып отыр екен молитвасын. Сол соны біткенде, бірақ анау жататын жерде тұрған жоқ. Есіктің алдында. Сонда оттап сол колоннаға ұрып, соның қол тұрған жерінен опырылған мынандай тас түсіп қалды. Бірақ қолынан от шықты. И сол оттан қайдадан бәрі оқиға орнына келді. Патшаның әскерлері келіп, кілттерін тартып алып, мынаған қайтадан беріп, армяндарды қуып, сөйтіп, үлкен құдалығы армяндар тағында бір салынды. Енді олар сатқын, олар сайташын болсаң санады. Сол уақыттан ешкімді тимейді. Ешкімді тимейді. Соның ұрпақтары. Бұл шіркеу сонда қай жерде қазір? Иерусалим. Иерусалим. Исаның мала жерленген жері. Сонда жатқан тас бар ғой үңгірде. Сол жер қазір оның үстінде сол шіркеу тұр. Сол жатқан жерінде қазір мынандай не сияқты, шатыр сияқты салынған. Темірден салынған. Қоршау. Сол қоршауының ішінде кіріп бір адам сол оқиды. И соған от түседі, тап соның ішінде. Пасха күні да? Пасха күні ғой. Иә. Оқыған кезде шығады. Оқыған кезде, иә, сонда шығады. Бірақ армяндар істеген кезде оқыды. Бұлар да оқыды, иә? Оқыды, ол оқығанда бірнеше сағат оқыды. Деген уже адамдар шыдамып бітіп, оларды ұрып, сабап сөйтіп шығарып бергенде, сонда соның енді сол адамның қолы тірілген жерде тастан от шықты. Сол жер қазір қоршаулы, ешкім тимейді, қасиетті жер. Тіп, аппақ мрамордың несінің күйген жері сол тұр. Сыртта дейсіз. Вот оны ғалымдар ол үшін өндеген. Біздің сезімізге ол жетпейді. Мынауының несі де берді. Сонда гиперкеңістіктен келіп тұр ол? Конечно, сөзсіз. Ол биік энергиялар. Сөзсіз, зерттеуге алып көрді сол отты. Қазір осы күнге шейін оттың теориясы жоқ. Мыңдаған жыл пайдаланамыз. Оның қалай шығатын теориясы әлі толық зерттелмеген. Тоқтың да, электр тоқтың да. И оттың да теориясы осы күнге шейін жоқ. Атом несерін бәрде толық, бірақ жай қарапайым сеніңкіден шыққан отты, көшпелінің жаққан ошақтағы отының, қазіргі мынау электр тобының несі, теориясы әлі жоқ.